Все? Да. Начинаем. Бәріне сәлем, менің есімім Нұржан. Сәлеметсіз бе, менің есімім Жанара. Біз әуежайда жолаушыларымызға қызмет көрсетеміз. Және де бүгін сіздердің топ 5 сұрақтарыңызға жауап береміз. Біздің департаментімізде 1000-нан астам қызметкер жұмыс жасайды. Бірісі жүкпен айналысады, бірісі жанармай құяды, бірісі ұшаққа тамақ пен сусын алып келеді, бірісі ұшаққа қызмет көрсетеді. Ал біз Нұржан екеуміз жер үсті қызметін атқарамыз. Оның ішінде жолаушыларды тіркеу, олардың жүктерін тіркеу, ұшаққа отырғызу, ұшақты қарсы алу, сонымен қатар транзиттік жолаушыларға көмек көрсету. Біріншіден сіз 18 жасқа толуыңыз қажет. Және ағылшын мен қазақ тілін білуіңіз керек. Әр күн сайын Алматы әуежайынан 5000-нан астам адам ұшады. Жолаушылардың көбісі бірінші рет ұшады. Кейбіреуінде сұрақтар туындайды, мысалы, отырғызу жөнінде, багаж жөнінде. Біз әр жолаушыға көмектесуге тырысамыз. Сондықтан бізге сабырлы, стресске төзімді адамдар қажет. Өйткені әр жолаушының сапары бізден басталады, соны ұмытпауымыз керек. Егер де сіз жұмысыңызды бізде бастағыңыз келсе, менің сізге берер кеңесім тағылымгер ретінде келіңіз. Мысалға, мен 20 жасымда жер үсті қызметіне тағылымгер ретінде келдім. 3 ай өткеннен кейін жұмыста қаламын деп шештім. Содан бері 2 жылдан астам уақыт өтті. Рейстің кешігуі кезінде біз жолаушыларды жақсы түсінеміз. Біріншіден, рейстің кешігуі біздің компаниямызға тиімсіз болып саналады. Сондықтан біз өз міндеттемелерімізді уақытылы орындауға тырысамыз. Кейбір кезде біз рейстің кешігуі жөнінде ақпаратты жолаушылармен бірге бір уақытта аламыз. Негізінде ұшақ ауа райына байланысты техникалық мәселелер туындаған кезде кешігуі мүмкін. Біз жолаушыларды салқындатылған сусындармен, ыстық тамақпен, қонақ үймен қамтамасыз етеміз. Рейсте транзиттік жолаушылар болған кезде біз оларға ең тиімді рейс таңдауға тырысамыз. Өкінішке орай уақытты үнемдеу мүмкін емес. Өйткені стандарттық тіркеу, отырғызу және рейстің жабылу уақыттары белгілі. Бұл уақыттан кеш келсеңіз, өкінішке орай ұшаққа қабылдай алмаймыз. Ал жүгіңіз болса, сіз бірден жүк тіркеу орнына бара аласыз. Тіркеуге келмес бұрын біз жолаушыларды алдын ала құжаттарды дайындауыңызға сұраймыз. Егер сіз шетелге сапарды жоспарласаңыз, біздің ресми сайтта керекті ақпаратты ала аласыз. Кемшілігі менің ойымша, кейбір кезде ұшақ кешігу кезінде күйзеліс жағдайларда жұмыс істеуге тура келеді. Сонымен қатар кейбір жұмыскерлерге тұрақсыз кесте бойынша жұмыс істеу біраз ыңғайсыз болуы мүмкін. Ал маған керісінше бұл жұмыс істеу кестесі өте ыңғайлы. Өйткені біз 2 күн жұмыс істеп, 2 күн демаламыз. Және де маған келгенде жұмыста жүріп мен түрік тілін үйреніп алдым. Бұдан бөлек Эйр Астана және серіктес әуе компаниялардың билеттерін жеңілдікпен қолдана аламыз.